Сәлем, менің студенттер, миньондарым. Менің түріме мән бермейміз. Мен что-то шашым май болып тұр, поэтому. Студенттер, бүгін бізде антиангиналды препараттар. Ең бірінші антиангиналды препараттарды бастамас бұрын. Жалпы антиангиналды деген сөздің анықтамасын берейік. Ангиналды деген сөз жүректің өзінің тамырлары болады, который жүректі қоректендіре отырады. Жүректің өзінің жеке тамырлары, олар коронарлы тамырлар деп айтады. Артерия коронарис декстра, синистра, потом олардың коллатералдары бар, мысалы міне суретпен көрсетіп қойдым. Осы тамырлар қандай да бір себептермен, мысалы кейбір адамдар артық салмағы бар, сол тамырлардың ішіне атеросклероз пайда болады. Атеросклероз, типа атер деп қойдым. Немесе тамырлар спазм болады. Спазм, немесе тромб. Осы үш себептен тамырдың просветі, яғни тамырдың іші бітеліп қалады. Міне. Мына жерде көбінесе, так, студенттер, мына жерде атеросклероз деп ойлаңыздар. Тамыр келе жатыр. Мынау декстра, мынау синистра. Атеросклероз мына тамырдың ішін жауып тастады. Сол үшін мына жағына қарай, жүректің мына бөлігіне қарай дұрыс қан келмей жатыр. Үш себептен болады қанның бітелуі, ол жаңа атеросклероз, спазм, тромб. Енді осы дұрыс қан келмей жатырғандықтан адамда загрудинный, яғни кеуде артында ауырсыну болады, оны стенокардия деп айтады. Ол қайтымды ишемия, стенокардия дегеніміз қайтымды процесс. Соның алдын алу үшін, сол стенокардияны емдеу үшін біз антиангиналды дәрілерді береміз. Түсінікті ғой да? Осы тамырлары осы себептерден бітеліп қалады. Сол тамырларды кеңейту үшін біз антиангиналды дәрілер береміз. Тамырларды кеңейтіп, осы жерге, осы жүректің бөлігіне оттегінің келуін қамтамасыз етеміз. Яғни оттегімен қоректене отырады ғой тіндер. Антиангиналды дәрілерді береміз. Именно стенокардия. Яғни қайтымды ишемияның емдеу үшін, осы жердің тамырларын кеңейту үшін. Ең бірінші топ, олар бірінші топқа нитроглицерин жатады, яғни нитраттар. Динитрат, мононитрат, көбінесе осы нитроглицерин қолданады, тамырдың, көбінесе осы нитроглицерин қолданады, бұл тілдің астына салып, бірден әсер береді. Фармакология әсеріне келетін болсақ, студенттер, нитроглицерин, ол мына перифериал веналардың тамырларын, вена тамырларын кеңейтеді, бұл айтқанда. Перифериядағы вена тамырлар кеңейгендіктен жүрекке вена келіп құяды ғой, мына жерге. Төрт өкпелік вена білесіздер ғой. Енді вена кеңейгендіктен тамырдың ішіндегі қанның қысымы төмендейді, и жүрекке бұл айтқанда аз қан келеді. Сондықтан бізде преднагрузка азаяды. Өткенде видеода айттым ғой студенттер. Преднагрузка бар и постнагрузка бар. Преднагрузка деген жүрекке келетін қанның мөлшері, ал постнагрузка жүректен кететін қанның мөлшері. Яғни преднагрузка азайғандықтан жүректің жұмысы бәсеңдейді. Біз жүректің жұмысын бәсеңдету керекпіз ғой студенттер, потому что жүректің жұмысы күшейетін болса, ол оттегіге қажеттілігін жоғарылатады. Егер де жүрек жұмысы күшейсе, онда ол оттегіні көп пайдаланады. Сондықтан біз оттегіге деген қажеттілігін төмендету үшін веналарды кеңейтіп отырық, сөйтіп преднагрузка азаяды, жүректің жұмысы төмендейді, как раз оттегіге деген қажеттілігі төмендейді. Былай айтқанда жүрекке көп нагрузка бермеу керекпіз. Сол арқылы веналарды кеңейту арқылы нагрузканы азайтамыз. Екіншіден, нитроглицерин барады да мына коронарлы артерияларға, коронарлы артерияларды кеңейтеді. Именно коронарлы артерияны кеңейткендіктен тоже жүрек жақсы қанмен қамтамасыз етіледі. Яғни жүрекке коронарлы артерия арқылы көп қан келеді. Солай біз стенокардияны емдейміз, симптомдарын басамыз, манағы ауырсыну барлығы басылады. Келесі побочкасына келсек, ең біріншіден артериялық давление төмендейді. Потому что тамырлар кеңейіп отыр студенттер. Тамырлар кеңейгендіктен артериялық давление төмендейді. Одан кейін нитроглицерин қабылдаған пациенттер көбісі айтады, бас ауырады екен. Одан кейін қайта қабылдағысы келмейді. Но біз ескерту керекпіз, что пациенттерге бір рет қабылдағаннан кейін әрине бас ауырады, но екінші қабылдағанда уже бас ауыру болмайды, потому что организм уже үйренісіп бастайды нитроглицеринге. Бұлар нитраттар топтары қысқа әсер етеді, көбінесе манағы 103-ді көп қолданады бұларды.
түсінікті деп ойлаймыз студенттер. Веналарды кеңейтеміз, преднагрузка азаяды и коронарлық артерияларды кеңейтеміз. Яғни манағы спазм болып жатқан жер кеңейгендіктен жүрекке жақсы қан келіп бастайды осы учаскесіне. Келесі топқа жатқанымыз студенттер. Екінші топ. Бұлар бетта адрено-блокаторлар. Тағы да бетта адрено-блокаторларға келіп тоқталдық. Өйткені бетта адрено-блокаторлардың спектрі кең. Антиаритмиялық, антигипертензиялық, антиангиналды әсер көрсете береді. Оның ішінде нақты пропранолол деген бір, пропранолол, лолға аяқталады. Осы препаратты осы нитроглицеринмен бірге қосып береміз. Бетта адрено-блокаторларды не үшін береміз? Өткенде айтып кеткенде, бетта адрено-блокаторлар жүректің өткізгіштік жүйесі бар ғой, синатриялық түйін, атревтикалық түйін, гейс шоғыры, соларға әсер етеді да жүректің ритмін төмендетеді. Бізге сол жүректің жұмысын төмендету керек болып тұр студенттер, потому что жүрек жұмысы төмендесе, ол оттегіге деген қажеттілігі төмендейді. Бетта адрено-блокаторларды береміз, потому что мына өткізгіш жүйені тежеу арқылы жүректің жұмысын төмендетеміз. Яғни жүрек жай соғып бастайды. Бұл бізге керек, жүректі жай соққызу керекпіз. Келесі, диастолы жоғарылайды. Диастолы жоғарылаудың пайдасы жүректің қоректенуі жақсарады. Потому что жүрек студенттер, систол мен диастол бар ғой, именно диастол кезінде жүрек қоректенеді. Келесі, миокардтың күшін тоже төмендетеді, тоже жүректің жұмысын төмендетеміз. Осылар қолданылады, бетта адрено-блокаторлар. Келесі топ, студенттер, үшінші топ, бұл бізде кальций каналының блокаторлары. Оған жатады нифедипин, верапамил. Осы екі препаратты жаттап алыңыздар, нифедипин и верапамил. Студенттер, нифедипиннің әсеріне келетін болсақ, нифедипин ол организмдегі барлық тамырлардағы бірыңғай салалы бұлшықеттерді кеңейтеді. Яғни сол жердегі кальций каналдарының блокаторы, кальций каналдарына блок жасау арқылы манағы бүкіл организмдегі қан тамырдың жанында орналасады, былай орап орналасатын бірыңғай салалы бұлшықеттер кеңейді. Сондықтан тамырларда кеңейді тоже и жүрекке келетін преднагрузка, яғни жүрекке келетін нагрузка азаяды. Сол арқылы біз тоже жүрекке келетін нагрузканы азайтамыз. Ал верапамил болса, тоже өткізгіш жүйенің ішіндегі синатриялық түйіннің ішіндегі кальций каналының